Біздің пиццамыз дайын болды. Ыстық. Қамыры осылай жұмсақ болып шығады. Бүгін пицца жасайтын боламыз. Сол үшін алдымен жылы суымызды құямыз. Аздап тұз саламыз. 2 қасық шекер саламыз. Сосын дрожжымызды саламыз. Араластырамыз. Жақсылап араластырдық. Енді осыны 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 5-10 минут тұрды. Енді осыған аздап сұйық майымызды құямыз. Енді електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны 1 сағатқа жылы жерге ашығанын күтеміз. Біздің қамырымыз ашыды. Жұмсақ қамыр. Табанымызды жақсылап майлап аламыз. İnşallah kızartıyoruz. Қызып тұрған пешімізге 10 минутқа пісіріп аламыз.